Жағдайың қалай, Норман? Сен өз қалпыңа келесің. Қараңғы түнексіз. Тек сен. Тек мен. Жақсы. Мынаны қосайын. Энергия сіңіру басталды. Оның толық біткенін білу үшін мұндағы жарықтарға қарап отыруың қажет. Олардың бәрі жасыл түс болса, демек денеңнен электр тоғы шығып кетті дегенді білдіреді. Тек бұл бәрі емес, әрине. Әрине, жүйке жүйесіндегі... Жоқ, мен мұны не үшін айтып отырмын? Саған бір сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Анау сенің құрылғың ба? Мен қазір біраздан соң келемін. Мұнда бір нәрсе дұрыс емес. Нені айтасың? Мынау маған ұнап тұрған жоқ. Мазасыздан ба? Егер бұл тезірек бітсе, үйге тезірек қайтамыз. Ал, қайда ол? Ол үйінде. Ал біз көшеде тұрмыз. Мен саған оларды көзінен таса қылма дедім. Ал енді маған негізгі ақпарат қажет. Мен федералды қызмет... Басталды. Олар қазір осында келеді. Питер, не болды? Өзім де білмеймін. Мэй? Не болып жатыр? Маған неге олай қарайсың? Не деген керемет қабілет. Норман? Норман демалыста, балақайлар. Не? Гоблин. Бәрі осымен бітті деп, және шынымен де барлығына жол бермеймін деп ойладың ба? Сен соқыр болғандықтан нақты күш беретін нәрсені білмейсің. Мені дұрыс білмейсің, солай ма? Мен бәрін көрдім. Олардың адамгершілік принциптері. Бізді қорғаудың қажеті жоқ. Бізді емдеудің қажеті жоқ. Біздің күшіміз қарғыс емес. Бұл бізге берілген сыйлық. Норман, жоқ. Сен жағаласпа. Сен не айтып жатқаныңды білмейсің. Мен сені тереңнен, Норманның қорқақ көздерінен бақылап отырдым. Сен өзіңде барды сақтауға тырысуың қажет. Себебі өмір сені таңдаудың алдына қойды. Бізге басқалардың таңдау қажет емес. Өзіміз таңдаймыз. Ей, қаш. О, жоқ. Сен не бүлдірдің? Сенің бұрынғы қалпың жақсы еді. Әне ол, жоғарда. Мынау көпірдегі емес пе?